Леонардо да Винчи Мона Лизаның жымиған бейнесін салу үшін 12 жыл жұмсаған. Ал біздің резиденттер жұлдызды қонағымыздың көңілін табу үшін 12 минутта жетіп жатыр деп ойлайды. Қазір оны бірге тексеріп көреміз. Сонымен, Uname айдарының бүгінгі жұлдызды қонағы 2022 жылдың ең үздік актрисасы атанған. Енді бұл бөлек қошеметтер, әрине Жанель Серғазина. Қошеметтеріңізбен қарсақ кішкенекей. Өзі талантты Жанель Серғазина. Отыра қойыңыз. Орын сіздікі, төр сіздікі. Жанель, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Бәрі керемет. Халық танып жатыр, әлі шапалағын тоқтатып жатқан. Әлі шапалақ. Сіз үшін барлығы. Рахмет. Қазір саған жігіттер жылы сөздерін, лебіздерін білдіретін болады. Ішінен өзіңе үздігін таңдап аласың. Мені асықпай, жылы сөздер айтамыз, байпақ деген сияқты. Ұнайды, ұнамайды, болды. Хорошо. Келістік қой. Жігіттердің әзілі басталып кетті, негізі арасында кетіп отыр, күліп отыр. Байқап отыр деген ма? ескеріп отыр. Эльдар, өзің бастайсың ба? Эльдар, қошеметтеріңіз. Жанель, сен 89 жылғысың, мен 94 жылғымын. Екеуміз... Айтып сайын? Өттің десе. Екеуміз Раймен ерке болмадық па? Сен Раймен еркенсің. Сен ана диетада көге болса одан. Еркенің жасы саған қарағанда үлкенірек қой енді. Жайында әзіл ғой? Әзіл ғой, комплимент деп тұр. Мен болсам шыдамас едім, бірақ. Бақтап сар едім. Ну, енді білмеймін, болады. Бола ма? Нұрсұлтан! Кезінде соғыс дәуірінде бір қыз үшін екі мемлекет соғысып қырылып қалған. Ал Жанель, мен сен үшін любоймен разнораз. Келме конкретно? Жоқ, ол малой сияқтылар бар ғой өзі сондай. Адамдары бар өзі, разнораз шығатын өзі. Тізімің бар. Бірақ тұрып берем любойына. Жоқ. Болмай ма не? Малой не надо. Тұрып бермеймін онда. Өкінішке орай диетадағы адамды ұнатып қалды, бауырым. Жүрш бауырым. Сен тізімдесің. Не болды бұра, речі болса? Шындап кету жоғынан жігіттер еді. Өйтіп қатты ашуланбаңыздар. Есақа! Үйдің кенжесі болғаннан кейін ба, ең кішісі болғаннан кейін ба, білмеймін, бір жаныңда Жанель сияқты бір няня жүрген керек етеді екен. Жалпы 30-ды алқымдаған, орда бұзған жігітке няня болудан қалайсыз өзіңіз? Болады. Бола ма няня болуға? Есақа қалды, ұнады Есекем. Азамат! Сәлем. Сәлем, есіміңіз кім болады? Жанель. Азамат болады, Қуаныш ханыма таныстым. Серьезно жатасып кеткенімші. Құстырған құның құттысы, родной! Танысқаныма қуаныштымын. Енді танысып аттым ғой, танымайтын қызға ресік подкат бермеймін ғой. Сондай мәдениеттісіз ба? Бірінші танысып кетіп жатырмын ғой, өттім ғой. Өттім ғой. Этикеттен сабақ беріп кеткен. Арам мұны. Нұрбол! Жанель дедің ғой, Мені танысып атқан просто. Олай болмайды бірақ. Жанель, бір айту керек қой. Не, таныспаймыз ба не? Жанель, сен 89 жылғысың. Ондай ұнамай ма? Неге бетіне басып отсыңдар қайта-қайта? Жақсы. Жақсы ма? Бәрі білсін ба? Жақсы, онда басқаша айтайын. Жанель, сен 88 жылғысың. Мен 92 жылғымын. Екеуміз Алла Пугачева мен Филипп Киркоров сияқты болмадық па? Просто елдер сонымен өтті ғой. Уже болмады. Алла Пугачева енді артық болып тұр ғой. Көрсін ба, екінші мүмкіндік бермейсің ба? Давай. Екінші мүмкіндік, Нұрболға. Екінші мүмкіндік. Егер сенің жүрегің такси болса, мен салон жалдап баруға дайынмын. Елім менің аңсаған. Жоқ, Жанелдің жүрегінде бірақ орын бар. Үшіншісі бар деп кетпесің. Нұрболға қошемет соғып қойық, рахмет, Нұрбол. Алғысырақ, Бексұлтан. Саламатсыз. Саламатсыз. Жанель, осы жылы сіз менің көз алдымда сериалдардың ең үздік актриса номинатын алдыңыз. Енді ең үздік келін номинатын алуға желание бар ма? Супер ма? Ең мықтысы. Ең мықтысы осы ма? Бексұлтан. Желание бар, бірақ сенің үйіңде емес десе.
мына өтірік айтады жанел жалғастырайық елжан саламатсыз деп түрін жаттап алдың жанел өтірік айтады жанел сіз няня деген сериалға түсіпсіз мені асырап алыңызшы ондай болды ғой болды қайда болды кешір мен Бағана мә айтты ғой. дегенде кім айтты да онда басқасын айтамын жанел сіз 89 жылғысыз мен 95 асырап алыңызшы қыздың жылын басуға бетіне басуға болмайды Иә. дұрыс қой да баса берсін ба сен 89-сың сен 89-сың мынау 89 па не мынау отырған 89 89 айтты жоқ мынау міне 89-сың мынау бетіне бас бетіне кете берейін ба мен қойшайыншы бұл әне орынға қойыпсың деді кетіп қалдың ба жанел ұнады ма жоқ ұнаған жоқ қалай па? ұнайды елжан, онда рахмет. бетіне басып рахмет сәттілік рахмет бізде 4 үміткер қалды эльдар жанель сен сержан братан сериалында полицейский болып ойнадың арестуй меня елім дегендер қамын жегендер адал болды ма қалды эльдар иә ұнады жанель сен сержан братан кинофильмінде полиция болып ойнадың мен терпиламын екеуміз бірге болайықшы елім дегендер қамын жеген ұнамады ма жанел жоқ не рахмет исақа терпила болып жүре беріңіз саған айтайын бар ғой жанель терпилаларда ақша мынадан болады мен саған айтайын жоқ Ақшада есет емес мына кеш мәселе. братан мына кеш негізі мына есет ақтөбеде жақсы жүрген да вообще өмірінде терпила дегенді ұғымын жек көреді сіз үшін терпила болып тұрды ме бетіне қақтыңыз баланың 89 кеттік ағам қазір сындырып аламын өзім қазір бексұлтан қошеметтеріңізді жалғастырайық кішкене иә жанель мына жігіттер 89 деп жатыр ғой оларға внимание аудармаңыз сізде 89 сұлулық пен талант бар күшті әдемі ұнады иә саламатсыз мана басқа азамат қой анау мына басқа жанель егер де мен француз адамы духи шығаратын адам болсам шанельдің атын жанель деп өзгертер едім иә болады ұнады ма жанель сен бюджет болсаң мен депутатпын сені шетелге алып кеткім келеді онау қате ма ренжіп қалдың ба қазір жаңа қазақстан ғой бірақ иә кетті ма болмады ма жанел Иә. ұнамады енді Жақсы. иә коррупцияға қарсымыз финал азамат пен бексұлтан қалып отыр қошемет соғып сен қояйық бастайсың бексұлтан жанель сізде инстаграмда көк галочка жоқ екен зато мұнда көк көйлек киген бір жақсы жігіт бар иә көк галочкаңыз болып беремін деп тұр ғой сізге сол ғой енді мен ойым жеткізе алмай қаламын жанель көремін да ұнады ғой бексұлтан ұнады азаматты көрейік қазір екеуіңіздің араңызда таңдау болады азеке сол үшін жанель көп жігіттер осы жерде тұрған резиденттер сіздің инстаграмыңыздың подписчигі шығар бірақ мен сіздің жүрегіңіздің подпискасы болғым келеді ұнады ма деп қой берсе қайта айта жанель қалай қаламыз ұнады дейді ұнапсыз ұнады Азеке, иә. білемін ғой ұнап тұр қалай ғой қалаймыз таңдауды қазір жасайсыз ба әлде тағы да бір мүмкіндік екеуміздің бір бірімізді таңдаңыз тағы да бір бексұлтаннан бастайық жақсы пайдаланайық көк галочка уже келмейді жанель сіз мына сержан братанда жаңа полицейскийдің рөлін ойнадыңыз ғой сол жерде мен көріп жатып сіз менің жүрегіме кісен салып тастадыңыз есіңде ме әсем гүлі көктемнің сыңғыр қаққан таудың бұлақ самалы есіңде ме қырда өскен гүл едің бір өзіңдей нәзік гүлді аңсадым қалай подкатым ғой сізге жаным кешкен жанелдескен күндер қайда қарағым жырқ еткізген шықпас естен мөлдіреген жанарым болды рахмет жанель біз жеңімпаз тұрдық айтшы жол үстінде болды ма азамат па
Азамат бүгінгі ұнай майдардың жеңімпазы. Құттықтай. Жанымыз толы мұңға. Рахмет. Брат, Рахмет. саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Рахмет. Рахмет. Әнші браттан күле алмайсың ба қызыңа? Аллам тегін болса рахмет. $1 миллион тұрады но. Я не знаю, но... Бра. Рахмет Елжанға, біздің ұнай майдарының бүгінгі жұлдызды қонағы Жанел Серғазинаға бөлек қошемет соқ қойшы. Жанел Серғазина, көп рахмет. Көп рахмет Жанел, көп рахмет.